Дамашкіде де енді анау чемпион болатын Дамашки емес қой. Звездаң Ербол Әлмұхан. Ол еще өзің квартираңда жатыр. Андай ход болады бізде. Ербол Әлмұхан звездамыз. Сержан Братанның актері. Ютубта әр сериясы 10 миллионнан. Жұлдыз ба конкретно деген сияқты. Өзіміздің досымыз ғой әйтпесе. Сол үйде жатыр еще. Бізге просто неге келген ол? Финалға көруге келген. Ол негізі жалпы, вообще ол даже ойнайды деп шақырмаған ба? Ойнайды деп шақырған. Ол көруге келген просто 2021-де. Просто бізде звезда жоқ, бәрі звезда шақырып. Давай шығарса екінші қатарда тұрады еще. Мына біздің звездамыз, досымыз еще. Сөйтіп шығарып аласың. Біз рудный құрамасын өмірімізде до этого суши, пицца жемегенбіз. КВН-ге келіп Ербол Әлмұхан ол кезде Сержан Братан айырып тұрған кез. Суши тарттыра берді ма? В общем, холодильникті ашсақшы, полный суши пицца ғой. Нан жоқ үйде вообще. Нан жоқ. Андай май, тамақ сен макарон жоқ. Тек суши пицца толы. Лицосы қатты жүріп тұрды Сержан Братанның кезінде ше. Бірге жүрген кезде адамдар қуалап жүріп суреткесіп жатыр да. Сөйтіп біреулерге жазса енді ол кезде енді предлагать етеді ғой енді адам енді хит болып жатқан кезде. Сөйтіп суши пицца жіберді десе анау татуы көп жібереді ғой. Обычный негізі былай батырге бір 2 адамға жібереді ғой. Анаған татуы 150 суши ма келеді бір келген кезде ше. Еще 2 жерден келеді анау. Финалда полный бір апта суши жедік қой кәдімгідей ше. Сушини аяқ береміз тек болды. Үшінші күндері анау жалға бастады. Жаңа сәке деген сырты қара изолянты бар ғой. Сондайларды жеп бастады. Жаңа Филадельфия, темпура деген жарынылар қамаған ғой жеп. Ана изолянтымен оралған күріші бар ғой. Изолянты деп прикол ұстаймын ше. Қара солырақ қалған ғой ше. Солар жеп жүрсің ғой 3-4 күндері. Сөйтіп сол финал солай қызық болды.